Сәлем достар, сіздермен мен Айгерім. Сіздермен бүгін ең сүйікті салаттардың бірі пачуба салаты рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін бірге болып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Алдын ала тарелкаменен осылай кез келген қаймақтардың астын осылай кесіп алсаңыздар болады. Форма жасау үшін немесе кеседе жасасаңыздар да болады. Мен осылай форма дайындап алып жасадым. Ең алдыменен килканы қоямыз. Килкадан кейін майонезімізді құйып, оның үстінен үкіштен картошкамызды өткізетін боламыз. Картошкамызды де үстін қатты баспаймыз, жай ғана шет-шетіне жайып шығатын боламыз. Одан кейін майонезімізді тағы да құйып, шым-шым тұзымызды салып, майонезімізді бетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Одан соң үкіштен өткізілген жұмыртқамызды біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Майонезімізді тағы да бетіне құйып, тегістеп аламыз. Содан соң үкіштен өткізілген сәбізімізді салатын боламыз. Осылай үкіштен өткіземіз сәбізді. Тағы да үстіне майонезімізді салып, тегістеп шығатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Астыңғы бөлімінде описаниедан көре аласыздар. Содан кейін үкіштен өткізілген қызылшамызды салып, салатымызды бір тегістеп шығатын боламыз. Осымен салатымыз дайын болады. Бетіне майонез жағамыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.